Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қалдарыңыз қалай? Жолда кетіп бара жатып, біраз әңгіме құрайық. Менің айтайын деген, Қазақстанда отарсыздандыру саясаты баяу жүріп жатырды. Біз отар ел болғанымыз рас. Қылышынан қаны тамып тұрған кеңес заманында отар ел болдық, оның алдында да отар ел болдық. Соған байланысты отарсыздандыру саясатын жүргізу керек. Мемлекет тарапынан, халық қоғам тарапынан да отарсыздандыру саясатын жүргізу керек. Ол декоммунизация, десоветизация деген құбылыстар орын алу керек біздің мемлекетте. Ол айтатын болсақ, тілге байланысты. Тілге байланысты айтатын болсақ, біздің Қазақстан Республикасының заңнамасы, ата заңымызды алайық, орыс тілінің қазақ мемлекетінде, Қазақстан Республикасында ешқандай статусы жоқ. Тек ата заңда жазылған мемлекеттік органдарда мемлекеттік тіл қазақ тілімен қатар орыс тілі пайдаланылады деп көрсетілген ата заңымыз Конституцияда. Енді біздің жүргізіп жатқан әрекеттерімізге байланысты біраз хейтерлер дейді ғой, хейтерлер, мені сынға алып жатқан адамдар бар екен. Жаңағы айтыстарына қарасаң, бегаете с телефонами, снимаете. Сол әрекеттерімен сендер Ресей тарапынан агрессия туғызасыңдар дейді. Өзге ұлттарды қинамаңдар дейді, қазақша сөйлетіп деген сияқты. Біз өзге ұлттарды қинап жатқан жоқпыз. Біздің талабымыз заңның орындалуын талап етіп жүрміз. Конституция бірінші кезекте ата заңымыз, екінші кезекте тұтынушылардың құқығын шектемеу. Қазақ тілді, мемлекеттік тілде сөйлейтін тұтынушылар құқықтары шектелмеу керек. Мысалға, кез келген мекемеге, мемлекеттік органға, не болмаса мекеме, дүкенге барса да, кез келген жерге барса, қазақ тіліне шектеу қойылмау керек. Ол жерде мемлекеттік тілді білетін қызметкер қызмет көрсету керек. Мысалға үшін қазір әлеуметтік желіде көп қой. Полиция қызметкерінің заң бұзушылықтарын түсіріп алады біреулер. Біреулер кез келген жүргізушінің жол ережесін бұзғанын видеоға түсіріп әлеуметтік желіге салып жатады. Заң бұзушылықты көрсетіп жатыр ғой, халық қоғам болып. Оны жаңа көрген мемлекеттік органдар, құзырлы органдар соған жауап береді. Жаңа пресс-службалары бар, әлеуметтік желіде. Қазір Facebook әлеуметтік желісін алып қарасаңыздар, кез келген РОВД дейді ғой, кезіндегі полиция басқармасының бастығының өзінің парақшасы бар. Инстаграмда, Фейсбукта. Облыста, Алматыда кез келген учаскелік инспектордың өзінің парақшасы бар Инстаграмда, Фейсбукта. Солардың бәрі жаңағы реакция жасап, сіздің салған видеоңызға жауап айтуы тиіс. Біз енді құқықтық мемлекет болу үшін сондай әрекеттер жасап жатыр. Халық, қоғам кез келген заң бұзушылықты әлеуметтік желіге салса, ол бойынша не болмаса қылмыстық іс қозғалады, не болмаса жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы материал жиналады. Сол сияқты тілге шектеу келтіріп жатқан кезде заң бойынша оны бейне видеоға түсіріп, сол жерге тіл майданының мүшелері, мысалға полиция шақырып, прокуратура шақырып, заң бұзушылыққа байланысты жаңағы құзырлы органдардың әрекетін күтеді ғой. Бұда тұрған еш нәрсе жоқ, біз ешкімді шектеп жатқан жоқпыз. Қазақ тілді қоғамды шектеп жатыр. Соған байланысты отарсыздандыру саясатын жүргізу керек, осы тілге байланысты. Тіл өзі ақырын орнына келеді,
эволюциялық жолмен деп жаңағы біреулер айтады. Эволюциялық жолмен де келсін, революциялық жолмен де келсін. Жаңағындай мемлекеттік құзырлы органдар өзінің шараларын қолдану керек қой. Мысалға, отарсыздандыру саясатын айтатын болсақ, мен оқығам, мен үлкен кісілерден естігем. Баяғыда 1930 жылдары Алматы қаласы 28 Панфиловшылар паркі бар. 30 жылдары ол соғысқа дейін болған оқиға ғой. Сол паркте шіркеу тұр, әлі күнге шейін ол шіркеу тұр. Сол шіркеуді парктың ауласы, территориясы қоршалған болатын екен. Оны маған бір үлкен кісі айтты. Жасы 70-80-ге таяқпаған ағамыз бар, өзі журналист, Арай журналының редакторы болған. Сол адамның айтуы бойынша сол жерде тақтайша ілініп тұрған жаңа қоршаудың сыртында, жаңа қазіргі 28 Панфиловшылар паркінің қоршауының сыртында туземцам и собакам вход запрещен деген тақтайша ілініп тұрған. Туземец дегеніміз ол біз болғанбыз. Сол жылдары, 30 жылдары туземец деп қазақтарда атаған. Соларға шектеу қойылған. Кейін жаңағы ағамыздың айтуы бойынша, Асқанбай Ерғожаев деген ағамыз, жаңағы тақтайшаны Ораз Жандосов алдыртып тастады деп айтты ол кісі. Сондай нәрселер жазылып, айтылып жүру керек. Ол кезде қазақ халқының құқықтарын шектеді, қазір де шектеліп жатыр. Мысалға, өз тіліңде, өз мемлекетіңде сөйлей алмайсың. Өткенде Алматы телеканалы, Алматы қаласының әкімдігінің тіл басқармасы емес, тіл орталығы деп аталады екен. Басқарма да құрып бермеген ғой тілге. Тіл орталығы деп аталады екен. Ол жақта штаттың өзі аз. Телевидениемен бізбен бірге жүрген 2-3 адам келді, олармен де сөйлестім. Жаңа форум негізіне бардық қой, сауда орталығына. Сол жерде бізге, мен қазақша сөйлеп тұрсам, маған орысша жауап береді. Мен телевидениемен, әкімшілікпен келіп тұрғанның өзінде бір қазақша сөйлейтін қызметкер тауып, маған жауап бере алмады олар. Сонда орысша түсінбейтін адам барып, о жерден тұтынушы ретінде қазақша сөйлей алмағаны ғой. Сол кезде мысалға мен телевидениемен, әкімшілікпен барып тұрғанның өзінде маған ешкім қазақша жауап берген жоқ. Керісінше жаңағы интрига жасап сол жерде вы оскорбляете, вы повышаете голос деген сияқты әңгіме айтты маған. Бірақ менде видео таспада бәрі бар. Мен мәдениетті түрде мен қазақша мемлекеттік тілде сөйлесетін адам бар ма, маған жауап беретін адам бар ма деп сұрадым. Олар бәрін түсініп тұр, бірақ айтпайды, қазақша айтпайды. Ол бағдарлама бүгін тіл қорған деген, бүгін жұма күні кешкі сағат 6:30-да Алматы телеканалынан көрсетіледі. Көрсеңіздер болады. Сол сияқты жаңағы маған айтып жатқан адамдар, менің әрекеттерімді сынға алып жатқан адамдар арасында естіп жатыр. Менің бір таныстарымның өзі менің істерімді сынға алып жатыр екен. Менің айтарым, біздің талабымыз заңның орындалуы. Кез келген заңның орындалуын талап ету керек біз қоғам ретінде. Жол ережесін бұзсаң талап етесің. Адамды қағып кетсе жүргізуші талап етеміз ғой, табыңдар ойбай, анау заң бұзушы деп. Неге тілге келген кезде біз өзіміздің әлсіздігімізді көрсетеміз? Өйткені құлдық сана сезімнен әлі біз айыққан жоқпыз. Декоммунизация, десоветизация құбылыстары дұрыс жүріп жатқан жоқ бізде процесстары. Мына Мұрат Мұхамеджановтың көрсетіп жүрген жаңағы шекаралық столбиктары, Совет өкіметінің гербімен тұрған біздің Қазақстанда. Ол Совет өкіметінің символикаларын алып тастау керек барлық жақтан. Ана
9 мамыр күні мәңгілік өлмес полк дегендердің бәріне тиым салу керек. Өйткені декоммунизация, десоветизация жүру керек. Эстония, Прибалтика мемлекеттеріндегідей тіл инспекциясын құру керек. Олар жаңағы біздің тілімізді келемеждеп қате жазып қойған адамдардың бәріне айыппұл салыну керек. Жаңағы комментарийларға жазып жатыр бір мен арнамның жазылушылары, айыппұл салу керек. Айыппұл салатын бап бар екен жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық кодекстің 75-ші бабында. Бірақ ол сол бап жұмыс істемей жатыр. Дұрыс. Сол бойынша жаңа парламентте қазір қағаздар, заң қабылданайын деп жатыр деген сыбыс бар жаңағы. Тіл комитетінің адамымен сөйлескен кезде айтты, парламентте жатыр, қазір қол қойылғанын күтіп жатырмыз дейді. Қашан қол қойылады оған? Белгісіз. Жалпы тек қана айыппұлмен, ақшамен жазалап біз тіл мәселесін орнына қойыламыз. Жаңа тіл комитетімен адамдармен сөйлескен кезде айтты, бізге жаңағы құзыр берсе, біз қысқа мерзімнің ішінде орнына қойып тастайтын едік дейді, осы тіл мәселесін. Бірақ қазірше біздің қолымызда билік жоқ деп отыр ғой оларда. Сол себептен жаңағы көпшілік көп қолдау керек, жаңа тіл майданы деген сияқты қозғалыстарды. Оны біреулер айтып жатыр жаңағы. Одан пайда жоқ деген сияқты. Пайда болады, көпшілік көп түкірсе көл болады дейді ғой. Сол менің көзқарасым. Бүгінге осымен видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.